Барлықтарына сәлем. Бізде бүгінге берілген тапсырма. Біз осындай проект істеген болатынбыз. Осындай проектті HTML мен CSS-пен істеген болатынбыз. Енді соны рандом адамға түсіндіріп беру. Қазір көрсетіп шығайын. Бізде біздің проектіміз мынау. Енді оның коды осылай жүретін болады. Кодтың ең басына баратын болсақ, алдымен біз осы проектін істеу үшін бізде VC-Code деген программа. Осы проектін істеу үшін бізге алдымен VS-Code деген программа бар. Сол программаны бастырып алу керек болады. И соның ішіне осы кодтарды жазатын боламыз. Енді осы проекттің ең басталмай тұрып, біз HTML деген осыларды жазбай тұрып, біз ең алдымен мына жақтан леп белгісін қойып аламыз да, бізде сол кезде уже код басталып кетеді. Леп белгісін басқан кезде бізде мынау информацияның барлығы бір дегеннен шығады. Doctype HTML деп өзі мына жақта автоматын шығып тұр. Бізде бұның тілі ағылшын болып саналады. Бұл тек қана ағылшын деген тілді түсінеді деген секілді ойлауға болады. Head деген бізде бұл бас жағы, яғни мынау бізде қамқасы болса, мынау бізде басы болып саналады. Head деген басы болып саналады. Ал мына жерде meta, charset, utf8 деген бұл осы біз берген бүкіл заттар біз мысалы мына жақта сан береміз, текст береміз, арасында смайлик дегендер беріп қалуымыз мүмкін ғой. Соның бүкіл осы utf8 деген өзіне қабылдайтын болады. Title деген біздің жасап жатқан проектіміздің аты. Енді бізде мынау style деген көп тұрсын ғой. Бұл стайлды негізі біз бөлек мына жақтарға ашуға болады негізі. Но мына жағын HTML демей CSS деп ашуымыз керек, но оны осы HTML-дың бетіне де бірге қосып түсуге болады. Енді ең алдымен HTML-ға баратын болсақ, бізде мына жақта head бітті, енді одан кейін бізде body басталады. Body басталған кезде біз барлығына бір дегеннен полный бір дивка беретін болсақ, осылай дивкамызды ашып аламыз. Div, класс, wrapper деп атын беріп аламыз. Wrapper деген бізде Wrapper деген бұл бізде дивканың аты болып табылады. Ал дивка деген ол бір контейнер деп есептесек болады. Осы дивканың ішіне, біз мысалы бір дивка ашсақ, соның ішіне біз барлығын жаза береміз да, и ол полный бір дивка болып қалды. Сосын сол дивкаға біз мына жақтан стайл береміз, дизайн береміз, яғни мына жақта тоже дивкалар ашылып жатыр. Дивка дегенде контейнер деп түсінсем болады, соның ішіне біз мысалы бір дивканы ашып аламыз да, мынандай контейнер қылып ашып аламыз да, и соның ішіне бүкіл заттарды сала береміз. Ең алдымен бізде басын бастаймыз, typing speed test деп осылай несін бастап аламыз. Келесі бұл жақта тоже осы дивкалармен жеке-жеке текстар жазған, personal base деп сол бүкілін жазылған. Сосын мына жақта span деген бар, бұл тоже дивканың бір кішкентай түрі деп. Мысалы дивка деген бізде үлкен ғой, оның ішіне бүкіл зат сала беруге болады. Span деген тоже бұл дивкаға ұқсайды, но бұның ішіне только аз ғана информация салады. Соны ғана ол қабылдайды. Мына жақта баттындар бар. Баттын деген кнопка, яғни мына жерде тұрған easy, medium деген сөздер көп тұрсын ғой. Осылар баттын болып есептеледі. Баттын болған кезде оған автоматом өзінандай шетіне space береді, оған border беріп, өзі автоматом осылай баттынды шығарып береді. Баттын дегенде басақ. Сосын мына жақта, как обычно, тексттар жазыла береді. Сосын мына жақта дивкалардың жабылуы, дивкалар осылай жабылады. Алдынан андай сызықпен осылай дивкалар жабылады. Енді біз осының бүкіл мыналарды жазып алдық қой, мысалы тексттардың бүкілін үстіп жазып алдық. Енді осыларға олай түс беру керек, олардың фонттардың сайзын көбейту керек, азайту керек, оларды strong, яғни қатты қалың болу керек, орындарын реттеу керек болатын болса, біз стайлға барып оны жүрмейтін боламыз. Мысалы, мына белгі бізде общий осы тұрған мына бетті полный қамтиды. Осыған общий стайл береді. Margin, padding бізде 0 болып тұр. Өйткені бізде типинеттікте тұру керек қой. Бұған ешқандай margin, padding деген берілмейді. Бұл типинеттікте тұру керек. Сол үшін оларды 0 деп аламыз. Margin деген ол бізде элементтің жанындегі space болып табылады.
мысалы typing speed test деген бар, осыны margin top дейтін болсақ, ол төбеден былай қарай margin top төбеден space беріп мына typing speed test дегенді астына түсіреді. Ал typing осыған margin left беретін болсақ, ол былай солға қарай жылжытады, ал right беретін болсақ, ол былай оңға қарай жылжытады, ал bottom беретін болсақ, ол төбеге қарай жылжытады деген секілді. Солай space береді жан-жағынан. Ал padding деген ол ішіндегі, мысалы, мынаның ішіндегі space-тар жан-жағында тұрғандары осы padding болып табылады. Мысалы, осыған padding 25 беретін болсақ, мынау автоматтың сөз ортасында қалады да, мынау шетінде тұрған контейнер ашылып, ішіне padding қосылады. Яғни space қосылады ішіне. Сосын мынау body деген, бұл тоже мынау общий қамтитын болса, мынау body деген бұл уже денесі болып саналады осының, и оның background деген ол оның айналасындағы түсі, background color деген, оның айналасындағы түсі, сонда оның background color'ы біз қара деп бердік. Font family деген бар, ол біз берген тексттің общий несі, фонты, яғни оның шрифті. Мысалы біз мыналардың бүкіл не Arial sans serif деген шрифті берген болатынбыз. Бұл body деген неге кіріп кетеді, классқа кіріп кетеді. Color деген бұл бізде background емес, бұл уже бізде текстің color болып есептеледі. Мысалы, мына жақта тексттер сұр болып тұр ғой, и мына жақта тоже оның color'ын сұр деп бергендіктен ол сұр болып тұр. Енді біз бағана дивка аштық қой, wrapper деген дивка аштық қой мына жақта. Енді біз осы алдына обязательно точканы қойып, осы wrapper деген дивкаға style береміз. Wrapper'ді жазып, осылай наберігіні қойған кезде уже бізде style беріледі. Width деген ол бізде ширинасы, оның мысалы 100% десек, ол полный біздің full экранды алады. Width деген сол жаңа айтқандай, оның ширинасы, яғни 100% деп беретін болса, ол full экранға width'ті шарт тұрады. Ал height деген бұл ұзындығы, яғни біздің тұрған неміз бар ғой, общий алып тұрған мысалынан бүкіл. Осының height'і 100 деген нені білдіреді. Келесі бізде display flex деген бар, бұл мысалы біз көп элементтер беретін болсақ, бір элемент, 2, 3, 4, мысалы көп элементтер тұр ғой, осыларды біз мынандай бір линияға әкелу үшін display flex береміз. Display, мысалы, мынаны біз бір дивкаға салып аламыз, мынау дивка 1 деп есепте, мынаны дивка 2 деп есепте. Осы екеуіне тұрамыз да, display flex берсек, оларды автоматтың бір линияға түсіп береді. И олардың араларына мынау justify content деген не бар, стайлдың қасиеті бар. Осымен араларына space беруге болады, мынау центр деп тұр ғой. Араларын space береді, но центрға келеді деген мағынаны білдіреді. Келесі align items деген бұл вертикально тұрған заттардың арасындағы нелер, спейстар арасындағы бос орындар. Келесі width деген сол жаңағы 50% деген ол 100% емес, 60% алады деген секілді түсінік. Келесі header мына жақта display flex тоже түсінікті. Мысалы header деген қайсы? Бар, көрейік. Header дегеннің ішіне негізі бүкілі кіріп тұрған секілді. Жоқ, header дегеннің ішіне мынау и мынау. Осы төртеуі headerдің ішіне кіріп тұр, header деген дивканың ішіне кіріп тұр. И осы header деген дивкаға бізде мына жақта стайлында не берген? Қара, display flex берген. Сондықтан оларды бір линияға кетті. Келесі flex direction деген бар. Бұл flex'дің несі, бағыты, оның бағыты қалай болады деген секілді. Column деген ол баған дегенді білдіреді ғой. И мына бізде мысалы бір баған, анау бізде екінші, personal best деген сөз бар, осы екінші баған. Яғни column деген ол баған дегенді білдіреді. Мынау бір баған, анау екінші баған деген секілді. Соған келтіріп тұр. Мынау flex direction бізде column дегендіктен біз солай қойдық. Gap деген оның арасындағы бос кеңістік. Мысалы, олардың арасындағы бос кеңістік мына жерде бізде 15 пиксель болып тұр. Пиксель деген ол өзінің өлшем бірлігі, оны міндетті түрде жазу керек, әйтпесе оны мына жақ қабылдамайды. Margin bottom деген сол жаңа айтып өткендей бір элементтің астындағы space. Мысалы, ол жоғарыға қарай тұрсын десе, margin bottom мен мысалы 100 пиксель берсең, ол жоғарыға қарай, мына сөздер мысалы жоғарыға қарай көтеріледі да, астан space алынады. Келесі мына жақта тоже display flex түсінікті деп ойлаймын,
justify content бар. Бұл justify contentin тағы бір түрі мынау space between. Бағана бізде центр деген болды ғой. Ал space between деген олардың арасындағы space. Мысалы, between болса, олардың арасындағы space болады, ал бізде space around деген бар, ол мына жақтан бүкіл екі шетінің араларынан space алады, сол кезде оны бір түрге келтіреді, былай бір түрге келтіреді. Ал between болса, мына жақтарында space алмай, былай жабыстырып тастайды екі жаққа. Біз мына жақта between қосып тұрмыз. Келесі color деген, бізде color деп берсек, ол түсін ауыстырады, ол түсінікті деп ойлаймын. Font size, font family деген көрдік иә бағана, ал font size деген бұл біздің шрифтіміздің несі, сайзы. Мысалы 20 пиксель деген сайз беріппіз. Font size сондай, қалған жақтар түсініктім, margin right, бағана айтып өткендей, оң жағынан, сыртынан, оң жағынан не береді, space береді. Мына жақта сосын бізде padding деген бар, жаңа айтып өткендей, ол бір элементтің ішіндегі space былай ортасына қарай ашады. Келесі border radius деген бар, ол бізде мысалы біз бір затқа былай border беретін болсақ, оның радиусы мына жағынан былай тұрады ғой, ол негізінен тік болып тұрады былай. И border радиуспен мысалы 2 пиксель, 3 пиксель болса, ол былай жұмсарып домалақ болып кетеді. Ол шетіндегі рамка сияқты ғой, былай бүйтіп тұрады радиус. Соның қаншалықты майысатынын бақылайды осы border radius деген. Сосын келесі мына жақта тоже әрқайсына біз түс беріп шыққанбыз, color деген. Мыналардың түстері ол, color жасыл, color қызыл. Сосын мына жақта бізде line height қалды. Ол біздегі линияның, біздегі мынау линия тұрға астындағы underline деген линия тұрға, сол линияның несі ұзындығы 1/6 деп берген екенбіз. Қалғандары түсінікті. Бұл негізі ең қарапайым деген проектлердің бірі ғой. Сол үшін түсінікті деп ойлаймын.